Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге көркемдегіш құралдардың бір түрі эпитет және теңеу туралы толығырақ түсінікті тілде баяндайтын боламыз. Ең әуелі эпитет дегеніміз не? Эпитет дегеніміз тілді көріктеу, образ жасау құралы екені айтылады. Оған түрлі мысалдарды келтіріп, оны көркемдегіш құралдарда, шығармаларда қалай тез табуға болатындығын анықтайық. Ең бірінші мысал. Жылпос жас болыс, бояуы көшкен қара қожалақ пеш, тісі сынған сандық. Бұл жерде не көрініп тұр? Бұл жерде сүрәңсіз өмірден туған көңілсіз жайтты аңғартатын эпитет. Бұл эпитеттің бір түріне жатады. Яғни жылпос жас болыс, бояуы көшкен қара қожалақ пеш, тісі сынған сандық. Бұның барлығынан ортақ не байқап тұрсыздар? Иә, бұның барлығы қандай деген сұраққа жауап береді. Демек, эпитетке жату үшін міндетті түрде заттың сынын білдіру керек. Біз бұны өзіміз түсінікті болу үшін үнемі осы эпитетпен қандай деген сұрақты қатар жаттап алсақ, шығармаларда кездескен эпитеттерді өте тез табамыз. Келесі мысалға назар аударайық. Келесі мысал. Бейімбет Майлиннің шығармасынан алынған. Қисық көзді келген тапал сары жігіт, шықыт шықшытты, қалың ерінді, ұзын мұрынды, кішкене көзді, бидай өңді. Бұл жерде тапал сары жігіт қандай? Шықшытты, қалың ерінді, ұзын мұрынды, бұның барлығы қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Демек, бұл да бір эпитеттің табудың ең бір ерекше сыйқыры деп айтсақ болады. Сонымен қатар эпитет табиғат көрінісін суреттеуде қызметі зор болып саналады. Мысалы, қара көк толқын кең суық құшағын ашты. Қызылмен жазылған сөздер бізде эпитет болып саналады. Қандай? Қара көк, қандай? Кең суық. Бұл жерде табиғат суреттеудегі эпитеттің қызметі қаншалықты қажет екендігін аңғарып тұрмыз. Сонымен, эпитет туралы қорытындылайтын болсақ, эпитет заттың, құбылыстың белгілі бір білдіретін бейнелі сөз. Зат пен құбылыс. Құбылысқа бізде не жатады? Табиғаттың көріністері, ал затқа жалпы зат атауының барлық түрлерін жатқыза аламыз. Мысалы, Ілияс Жансүгіровтің күйші туындысындағы кейбір мысалдарды теріп алдық. Соған назар аударыңыздар. Жалынды күй, ырғалған күй, жұбатқан күй, жорға күй, шерлі күй. Бізде бір күй туралы қаншалықты сын атауларын қосып жазу арқылы автор Ілияс Жансүгіров қаншама сөздерді қолданғанын көруімізге болады. Бізде бұның барлығы эпитетке жатады. Сонымен, эпитет дегеніміз бізге түсінікті болды деп ойлаймын. Ол табиғат көрінісін суреттеуде, заттар мен құбылыстарды суреттеуде бірнеше мысалдардан, шығармалардан осылай оңай табуымызға болады. Ол үшін үнемі эпитет қандай деген сұраққа жауап беретіндігін жадымыздан шығармауымыз керек. Келесі бізде теңеу. Теңеу бір қарағанда оңай болып көрінеді, басқа түрлеріне қарағандағы ең оңай түрі осы теңеу болып саналады. Теңеу дегеніміз бір затты екінші затқа ұқсастығы арқылы салыстыра қолданылатын стилистикалық тәсіл. Көбі білетін дай, дей, тай, ти жұрнақтары арқылы жасалады. Сонымен қатар көптеген күрделі немесе басқаша романдарда дайын дейін, тайын тиін, мысалы тоты дайын деген сияқты мысалдарды алуға болады. Сол сияқты осы жұрнақтардан бөлек секілді, сияқты, тәрізді, іспетті, тең, ұқсас деген сөздер де қосылып айтылатын болса, бұл шығармаларда немесе өлең жолдарында, онда бізде бұл теңеуге жатады. Сонымен қатар ша, ше деген жұрнақтарды ұмытпауымыз керек. Мысалы, жас балаша қуанды деген сияқты бірнеше мысалдарды өлең жолдарынан, шығармалардан келтіре аламыз. Теңеуге біз Сәбит Мұқановтың мынадай шығармасынан үзінді алдық. Кескіні аршыған жұмыртқадай аппақ, қылдырықтай қиылған қасы, садақтың оғындай ұзын кірпігі. Бұл жерде қандай теңеудің жұрнақтары бар? Әрине, ең әуелі бұл бізде жұмыртқадай. Сонымен бірге қылдырықтай, және садақтың оғындай.
бір қарағанда теңеуде қандай деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Бірақ мынаны есіңізден шығармаңыз. Теңеуде міндетті түрде жұрнақтар болуы керек. Сонымен бірге бағана айтып кеткен секілді, сияқты, тәрізді, іспетті, тең, ұқсас деген сөздер қатар жүретін болса, бізде теңеуге жатады. Міне бүгінгі біздің тақырыбымызда эпитет пен теңеу туралы осындай бір ғана дәптердің көлемінде болатын, бірақ өзіңізге өмір бойы жаттап алсаңыз шатаспайтындай ақпараттар берілді. Егер ұнаса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта басқа да көркемдегіш тәсілдер туралы видеоларды бөліп шығарып отырамын.